1 қыркүйек білім күні құтты болсын. Сыңғырла, сыңғырла тағы да, аңсаймын даусыңды сағына. Қоңырау әсем саз әдемі, мектептің сүйікті әуені. Құрметті ұстаздар, қымбатты менің оқушыларым, ата-аналар және барша қазақстандықтар, сіздерді бүгінгі жарқында қуанышты айтулы мереке білім күнімен құттықтаймын. 1 қыркүйек барша халықтың дәстүрлі мерекесі. Дәл осы күннен бастап алғашқы қоңырау үнімен бірге әр адам өмірінің жеке тұлға және азамат ретінде қалыптасу кезеңі басталады. Баршаңызды бүгінгі білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге бүгінгі ерекше жайма шуақ күні жақсы көңіл-күй, жаңа жетістіктер мен ұдайы ізденіс, шығармашылық, мықты денсаулық және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілеймін. Бүгінгі күн сіздер үшін үлкен үміттер күні болсын. Биыл ата заңымызға 25 жыл толды. Ата заң мәңгілік елдің берік тұғыры. Заң адамды бағындырады, заңды ақыл бағындырады. Әр адамның құқығы мен атқаратын міндеті бар. Қазақстан азаматтары өздерінің құқығы мен міндетін еліміздің конституциясынан біле алады. Оны елдің негізгі заңы деп атайды. Құқық бұл Қазақстанның әр азаматына берілетін заңды мүмкіндік. Басқа да адамдардың құқығын құрметтеуіміз керек. Құқық болған жерде міндет пен жауапкершілік болатынын есімізден шығармауымыз керек. Балалар, 1-тоқсанда қашықтықтан оқимыз. Елімізде болып жатқан жағдайларға түсінушілікпен қарап, ертеңгі болашағымыз үшін бізбен бірге болыңыз. Мына ережелерді есте сақтауымыз керек. 2 метр ара қашықтықты сақтауымыз керек. Үнемі бетпердемен жүруіміз керек. Сонымен қатар қолымызға қолғап киіп алыңдар. Бұл қолғаптарды дұрыс қолдану қажет. Адамның бетіне қолғаптар киген кезде адамның бетін инфекциядан қорғайды. Сонымен қатар үнемі қолды сабындап жуып, жеміс-жидектерді жуып жеу керек. Ата-аналардан сұрайтынымыз, балаңыздың аз уақыт онлайн болуын, көп уақыт өз бетімен жұмыс жасауын қадағалаңыз. Үй тапсырмаларын уақытында орындап, мұғаліммен кері байланыста болуын қадағалаңыз. Балаңыздың қосымша тапсырмалар орындауын, әдеби кітаптар оқуын, телеарна сабақтарын уақытында көруін қадағалаңыз. Ал балалар, біз Абай әлеміне саяхат жасаймыз. Биыл Абай Құнанбаевқа 175 жыл толды. Абай Құнанбаев қазақ, орыс және бірнеше шығыс елдерінің тілдерін білген, әлем және орыс әдебиетін тұңғыш ана тілімізде аударған. Абай Құнанбаевтың 170 өлеңі, 56 аудармасы, 45 қара сөзі бар. Абай өз заманның биік парасат иесі ғана емес, бүгінгі заман қайшылықтарын шешуге бағыт берген биік тұлға. Ақынның адамгершілік мұраттары тек өлеңдерінде ғана емес, оның қара сөздерінде де терең философиялық толғаныс пен көрініс тапқан. Абайдың азан шақырып қойған аты Ибрахим, әжесі Зере сүйікті немересін Абай, яғни сүйкімді деп еркелеткен. Осыдан кейін ел арасында шын аты аталмай Абай атанып кетеді. Сонымен қатар биыл Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдық мерейтойын атап өту шаралары ресми түрде бастау алды. Сендер Әбу Насыр Әл-Фараби айналысқан ғалымдар жайлы білетін боласыңдар. Әл-Фараби бүкіл өмірін, саналы өмірін ғылымға арнады. Бүгінгі күні бізге оның әр ғылым саласындағы 150-ден астам еңбектері жетті.